қашан қайтарасың? Сен білесің ба маған 1000 теңге қарыз екеніңді? Менде қазір ақша болып тұрған жоқ, тек менде 1 теңге бар. 1 теңге қазір неге жетеді? Мен бала шағамды да асырауым керек. Ойласайшы кішкене менікте. Онда ертең келші, менде қазір ақша болып тұрған жоқ. Бірақ маған тауып қоямын. Ой, жарайды. 1000 теңгемді қайтаратын уақытта келіпті ғой. Мен оның 1000 теңгесін қалай қайтарсам екен? Менде қазір ақша да жоқ қой. Құдай тағала, маған 1000 теңге бере көрші. Егер де 1 тиын кем болатын болса, алмаймын мен. Маған 1 толған альян тиын. Құдай, рахмет саған. Осы қалай ақшамды қалай болса да қайтарам деп едім. Сенен, Құдай, сен естіп тұр екенсің ғой мені, Рахмет, Құдай тағалам. Жаратқан дүнием. Рахмет саған. Енді қарызымнан бәрін құтылатын болдым ғой, Онда мен досымның үйіне барып, осы қарызымды төлеп келейін бар. Алдар, мәссің ғой? Не болды соншама? Мені Құдай естіп, 1000 теңге жіберді. Құдай тағалама 1000 алғыс. Оны мен жібердім. Шаршаппаңыз, маған мұны Құдайдың өзі жіберді. Жоқ, оның бәрін мен естіп отырып, сен айттың ғой, 1 тиын кем болса алмаймын деп. Оны санап көр, ішінде 999 теңге бар. Халқым, мынау маған жала жауып жатыр. Құдайдың өзі жіберген тиынды, мынау қалай біліпті 999 теңге екенін? Жоқ, оны мен жібердім, сенің үйіңнің сыртынан естіп тұрып. Оны мен сізге бере алмаймын, маған Құдайдың өзі берді маған. Жоқ, әкел, ол менікі. Ол менікі, маған Құдайдың өзі жіберді. Сенбесең санап көр. Құдайдың өзі жіберген тиынды мен үшін санау керек екен, может менің 1 теңгем бар екен біліп, 999 теңге жіберген шығар. Жүр онда сотқа әділ шешейік. Тоқтай тұрыңыз, мен ондай қолымда көп ақша болып, мен осындай жаман киіммен барам ба? Мен қазір осы ақшаға күшті киім алмаймын. Жоқ, ол ақшаға тиіспе, ол менің ақшам. Жоқ, мен осыған киім алам. Мынанша ақшам болды, мен сонда мынандай жаман киіммен барам ба? Мен онда киім сатып алайын. Жоқ, сатып алма. Мен үстімдегі шапанды бере беремін. Онда жарайды, ауысайық. Ал болды, ауысып алдық. Жүр енді, кеттік. Онда кеттік. Бірақ мына киімне бір ыңғайсыз екен, маған шақ келмейді ма? Енді өзіңіз ауысайық деген, жүріңіз енді. Тез жүріңіз. Бай, бәрін ішіп жеп, ішіңе жинапсың ғой. Бәрін көрген әсен ішеміз. Ал өзің қиналып тұр, ішіп жеген өзің емес пе? Или мен саған іш дедім ба? Өзің тұр. Қайда көмектесем? Тұр. Ал енді жүр кеттік сотқа. Сот мырза. Сот мырза, біздің бір шағымыз бар. Соны шешпеші әділ. Қандай шағым? О, менің Құдай берген аспана, мені есі Құдай берген 999 теңгені бұл мен бердім деп тұр. Оны мен есіктен естіп тұрып, оны мен бердім. Сосын тағы да айтайын, мына киімді де мен бердім деп. Ол өзі айтты. Мен кедей деп ойлап қалмаңдар. Мен үстіме қарама қойыңдар. Мынау қазір сот мырзаға бармаймын деп, киімімізді ауыстырып алдық. Сен мына үстіндегі ескі киіммен бетің лай-лай қалай 999 теңге тастамақшысың? Ғой бұл бейшара қалай? Мынандай бейшара болып маған қалай 999 теңге тастады? Жоқ, мен үстіме қарамаңдар. Мен ауысып алдым киімімді. Жоқ, сен бетің мұнда қалай лай болады? Үстінде киім де ескі. Жоқ, жаңа мен келе жатып, бетіммен балшыққа алып қалдым ғой. Сот мырза, бұны тыңдамай қойыңыз. Бұның барлығын өтірік айтып жатыр. Мен баймын. Бұл өтірік бейшара жай ғана 999 теңгені өзіне алмақшы. Мені Құдай өтірік айта бермесін. Мені Құдай есі 999 теңге тастады. Бұл
bunu türmege alуыңызда qadağalayım. Sen eski түріңмен қалай 999 теңге алып жүрсің? Ya, соны Маған айтам. қалай 999 теңге тастайсың? Үстінде киімің ескі ғой. Жоқ, мен мынамен ауысып алдым деп айтып жатырмын ғой. Жоқ, ол айтып жатыр, ауыспадым деп. Өтірігіне сенді. Бос сөз. Алып кеттіңдер оны. Жоқ. Ақмақ басым-ай. Алланың өзі тапсырыпты ғой маған ақша бер деп. Ақмақ басым-ай, ақмақ басым. Міне досым, өзің айтқан қарыз ақшам. Ішінде ровно 1000 теңге бар. Ал. Мейлі. Men aldarmın, sakalımda utaldarmın. Sakal tügül murtta sok, saytandı da aldadım.